Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызда еритін шығыс тәттісін бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өйткені мен барлық құпиямен бөлісетін боламын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ұнымызды жақсылап елгезектен өткізіп алыңыздар. Өйткені бұл біздің тәттіміздің көтерілуіне әсер етеді. Не пісірсеңіздер де ұнымызды осылай елгезектен өткізіп алыңыздар. Ол қатты әсерін тигізеді. Сармайымызды осылай майдалап туралап алыңыздар. Ұнымызбен жақсылап араластырыңыздар. Май қалып кетпесін, толықтай араласу қажет. Енді осыған шекерімізді қосып араластырып аламыз жақсылап. Бір тұқымымызды қостық. Енді осыдан қамыр болғанша жақсылап араластырасыздар. Менде осындай қамырымыз дайын болды. Бұны 15 минутқа морозильникке салып қойыңыздар, өйткені майдан жасалғандықтан бұл жақсы жайылмауы мүмкін. Сондықтан 15 минутқа морозильникке пакетке салып қойыңыздар. Маған осындай ыдыс қолданамын. Міне қамырымды жайып алдым. Қамырды қалың қылып жаймаңыздар, жұқалау қылыңыздар. Өйткені біздің сгущенкамыз ағып кетуі мүмкін. Сондықтан да қамырын жұқалау қылып жайған өте тиімді. Осылай вилкамен тесіп шығыңыздар, өйткені көтеріліп кетуі мүмкін. Және де қолыңызда қандай жаңғақтар бар. Менде осындай жер жаңғақты. Мейізімді қостым. Және осындай жаңғақтарыңызды қосып сгущенкамызды тірі желаниян міндетті түрде қосыңыздар, басқа сгущенканы пайдаланбаңыздар. Дайын болған пирогымызды 180 градуста 25-30 минутта пісіресіздер. Қамырын қатты қалың қылмаңыздар, жұқалау қылыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.